жақтан шақырғаныңызға үлкен рахмет. Сіздердің алдыларыңызда өстіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Көңілімді көтердіңіздер. Кездесуіміз қызық өтеді деп үміттенемін. Ойыңызға кірмеу дегеніңізде 5 нәрсемен келеді. Ең біріншісі галстук. Қаншама мысалға қатты білім алып шықпасаң да қазақ тілі лицейінде оқып, сен міндетті түрде жақсы тәрбие алып шығасың. Сондықтан да қазақ тілі лицейі дегенде ең бірінші ойға келетін ол тәрбие. Сыныпта Орханбей біздің жаңағы тренер дейді ғой, тренер болып келеді біздің лицейдің сборныйына. Сол кәдімгідей ол енді көріп жатады ғой, кім қалай ойнайды, кім қалай не істейді дегенде. Ол бұрынғыдағыдай өткен жыл ойнаған сықылды мені қорғаушы қылып қояды, болды. Сөйтсе жаңа мені ортаға қояды, кәдімгі полузащитник болып кетемін ғой, жартылай қорғаушы. Оған ризасың кәдімгідей. Бітті, соған да рахмет Орханбей деп іштен риза болып отырсың. Әлі жиналыс біткен жоқса соңында айтады, ал енді қазір капитанның атын айтамын дейді. Сөйтсе айтады, А сыныбының оқушысы аян болады. Мә, сол кезде риза болған, шок боласың ғой, аузың тілің түсіп қалған кәдімгі. Мә, қалайша? Сол келесің, рахметіңді айтасың, десе сол айтасың, Орханбей қалай? Мен сіздің оқушым емеспін ғой. Сол айтады, жоқ сен осы капитан болу, ол жаңағы тек қана ойында футболды жақсы ойнау, ол ең маңыздысы емес дейді. Капитан болу, ол жаңағы кәдімгідей бүкіл осы құраманы, бүкіл команданы өзімен бірге ертіп бара алады. Қиын жағдайда оларға рух береді, кәдімгі өзімен жетектеп алатын адам болу керек, көшбасшы болу керек, қолбасшы болу керек деген сияқты. Сол сенде ол бар деді. Осы сөздерді мен үшін сол кезде кәдімгідей үлкен бір түрткі болды өмірімде. Өйткені бұл кісі менен менің қолбасшы бола алатынды, өзімнен бірге жаңағы адамдарды, команданы ерте алатынын мүмкіндігімді ашты десе болады. Өйткені оған дейін мен тым-тырыс, сыпайы деді ғой, сыпайы үндемей ұялшақ жігіт болатынмын. Осы Орханбейдің арқасында кішкене ашықтым десе болады. Сөйтіп, Орханбей сізге де үлкен рахмет. Кезінде де сізге айтқан болатынмын, қазір де сізге айтып отырмын. Үлкен рахмет. Сіз осы менің өмірімде үлкен бір түрткі болдыңыз.